отбасы сүйіспеншіліктің, құрмет пен ынтымақтастықтың ошағы, яғни кез келген зиялы қоғамның діңгегі. Отбасының береке бірлігі әр сәбидің, әр баланың болашақ қадамы мен бақытты жүзінде. Мен үшін отбасындағы басты құндылық бала. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дегендей, бала тәрбиесінде және оның дара тұлға болып қалыптасуында ата-ананың рөлі мен отбасы құндылығының маңызы өте зор екендігін отағасы екеуміз өз отбасымызда ата-анамыздан бала кезден ұғынып өстік. Отбасы деген шағын мемлекеттің берік те бақытты болу үшін ең бастысы өзгелерді, соның ішінде бірінші болып балаларды бақытты ету керек деп ойлаймын. Ұлт өмірінің іргетасы, негізін қалаушы отбасы болса, отбасының іргетасы бала. Ал бала отбасының жылуын, қолдауын сезгенде ғана бақытты болып ержетеді. Отбасындағы басты құндылықтардың бірі бұл махаббат. Себебі махаббат болған жерде отбасында түсіністік, татулық, бақыт, береке, бірлік болады. Махаббатқа бөленіп өскен бала бақытты, мейірімді болады. Ата-ананың баласына қалдыратын ең асыл мұрасы оны жақсы тәрбиелеу. Отбасында махаббат орын тепкен ата-ана баласына да жақсы тәрбие бере алады деп ойлаймын. Отбасындағы ең басты құндылық ол әрине бала. Адамның бұл өмірде артылдыратыны да бала екен. Жолдасым екеуміз балаларымызды бірге тәрбиелейміз. Ішкі жан дүниелеріне бірге үңілеміз, сырласамыз. Ата-ана ретінде барынша рухани қолдау көрсетуге тырысамыз. Мұқағали Мақатаев айтқандай, адам өмірінде екі таңдау жасаудан қателеспеу керек. Бірі жар таңдауда, екіншісі мамандық таңдауда. Мен өзімді екі таңдауда да қателеспеген бақытты жандардың қатарындамын деп есептеймін. Жарым ұлпанды мектепте кездестіріп, қатты ұнатқанда марқұм анама таныстырғанмын. Сүйген қызым анама да ұнағанына қуанғаным рас. Себебі 4 ұл тәрбиелеп өсірген анама үлкен келіннің ұнауы мен үшін маңызды. Аллаға шүкір, екеуміз бірге бақытты ғұмыр кешудеміз. 3 қыз тәрбиелеп отырған ата-анамыз. Мамандығым да өзіме ұнайды. Жігіттер аз таңдайтын ұстаздық жолына түскеніме ризамын. Себебі бүгінгі күні ер азаматтардың мектепте мұғалім болып жұмыс істеуі әсіресе ер балалар үшін маңызды деп ойлаймын. Бала күніңде армандай біл, орындалады деуші еді, сол рас екен. Анаммен сырлас болсам, әкеме еліктеп өстім. Менің марқұм әкемде мектеп директорының орынбасары және қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі еді. Марқұм әкем қолы қалт етсе, кітап оқитын. Кішкене кезімнен әкем оқыған кітаптарды артынша мен оқып, қиялға шоматынмын. 90-шы тоқырау жылдарында электр жарығы уақытпен жанатын кез еді. Түнімен майшаммен кітап оқып жатып, өзімді көркеммен салыстыратынмын. Кітап оқуға, әдебиетті сүюге деген махаббатым әкемнен дарыды. Ал қызым Әйгерімнің де кітапты сүйіп оқитындығы көңіліме қуаныш ұялатады. Ол орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі боламын деп армандап жүр. Әкеме еліктегенім сонша, әкем сияқты қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі боламын. Әкем сияқты жігітке тұрмысқа шығамын деп қиялдайтын едім. Алланың құдіретімен сол армандарым бүгін орындалды. Өзім қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болсам, жолдасым мектеп директорының орынбасары. Анам бізге нағашы әжемнен үйренген бүкіл қолөнерін үйретуге тырысады. Қолы қалт етсе, тоқығанды ұнататын анам біздерге
Әсіресе Бибінұрға түрлі бұйымдарды тоқып береді және бізге үйретеді. Құрақты көрпеше тігеді. Карантин басталғалы бүкіл туған туыстарға маска тігіп берді. Біз де өз тарапымыздан анамыздан осы өнерлерін үйренуге тырысамыз. Біз отбасымызбен мерекелерде бір-бірімізге тосынсый жасағанды ұнатамыз. Әсіресе Нұрайым екеуміз ата-анамның үйленген күнін ерекше бағалаймыз. Көбіне сыйлықты қолдан жасағанды ұнатамыз. Себебі ең алғаш ата-анамыздың үйленгендеріне 11 жыл болғанда қолдан жасалған тосынсыйымыз оларға қатты қуанышты әсер етті. Содан бері жыл сайын бір-біріне ұқсамайтын сыйлықтар жасап тұруды әдетке айналдық. Біздің отбасымыз үшін құнды жәдігерлердің бірі балаларымыздың әрбір сәті бейнеленген фотосуреттер. Әр суретке қарай отырып, өткен өміріміздің текке кетпегенін бағамдай аламыз. Әйел ерге ұсынып адаласын, ер әйелді бағым деп бағаласын. Отбасы мықты болса, отан мықты, аралап жүрген сөз ғой ел арасын. Әр ошақтың түтіні түзу шықса, бақытты байтақ отан бар алашын.